Шыңғыс хан қазақ болғандығының дәлелдері. Бізде мектепте Шыңғыс хан моңғол болған, ол моңғол мемлекетін құрып, түркі мемлекеттерін басып алды, бізді қырып жойды және қазақтарды Шыңғыс ханнан тараған төре деген моңғол династиясы ұзақ уақыт басқарды деп оқытты. Бірақ бұл қаншалықты рас? Егер сіздер зер зарып қарасаңыздар, Шыңғыс хан да, оның мемлекеті де түркі болғандығын байқайсыздар. Оған бірнеше анық дәлелдер келтіруге болады. Біріншіден, Шыңғыс хан Қият руынан, Көршеген тайпасы анасы Қоңырат руынан. Қият руы да, Қоңырат руы да қазақтың ру тайпаларына кіреді. Сол замандағы Шыңғыс ханның айналасында жүрген адамдарға мән беріңіз. Жошы, жолда туылған себепті жолшы деп қойған. Дәрітай, Тоқтабеке, Шағатай, Үгедей, Төле, Шегеқұдық, Сырчебеке, Кетбұға, Байдар, Айдар. Бұл есімдердің бәрі түрк есімдері және әсіресе Тай, Ай деген есімдерге қойылатын жалғаулар қазақтарда молынан кездеседі. Үшіншіден, енді моңғолдардың есімдеріне мән беріңіз. Теренорч, Насакторч, Очербат, Делгер, ұқсастық байқала ма? Төртіншіден, Шыңғыс хан заманында қала аттарына мән беріңіз. Бізде мектепте моңғолдар саны көп қыпшақ жеріне келіп, олармен араласып түркіленіп кетті деп үйретті. Мейлі алысқа бармаңыз, Шыңғыс хан жаулап алып, Алтын Орда құрылғанда болған қала атауларын көрейік. Сарайберке, Сарайбату, Қарақорым, Ханбалық, Алмалық, Жошы ұлысы, Төле ұлысы. Бұның бәрі айтпаса да түсінікті. Қарақорым деген қазақтың қара шаңырақ деген сөзіне сай, яғни туған жер, өз үйіміз деген сөз. Бесіншіден, хан титулы ежелден түркілерге тән. Шыңғыс хан бұрын да, кейін де қаншама түркі патшалар болса да, өздеріне хан деген титул қолданды. Алтыншыдан, Шыңғыс хан деген сөзде шығыс деген мағынаны білдіреді. Темучин Ақкезге көтеріліп, Шыңғыс хан атағын алғанда ол шығыста билеуші еді. Өзін шығыстың патшасымын деп жариялаған болатын. Мысалы, ол Хорезм билеушілеріне жазған хатында мен шығыстың билеушісі, сен батыстың билеушісі деген болатын. Жетіншіден, Шыңғысқа мағындағы тайпа аттары: Жалайлар, Керейлер, Наймандар, Татарлар. Бұлардың бәрі түркі тайпалары. Сегізіншіден, салт дәстүрлері: ақ киіз үстіне хан көтеру, жыл сайын құрылтай өткізу. Түркілер адам қайтыс болғанда жерге көметін, ал моңғолдар далаға тастап кетіп аңғысқа жем қылатын. Тоғызыншыдан, сол замандағы деректер Рашид ад-Дин кітабы сол Шыңғыс империясы және түркілер жайлы көп мағлұматтар берген. СССР кезінде ол кітаптың орысша нұсқасында түркілерді моңғолдар деп өзгертсе, ал еліміз тәуелсіздік алып кітапты аударғанда Шыңғыс ханның бұқтырма қара ертісте туылғандығын және Қарақорым да сонда болғандығы айтылады. Яғни Шыңғыс хан Шығыс Қазақстанда туылған. Сонымен қатар 1509 жылы Рузбихан жазған Мехман Нами Бухара кітабында қазақтар жайлы күшті, қуатты қазақ әскерлері Шыңғыс хан кезінде татарлар деп айтылған. Қазақтар бір әскері жаудың 10 әскеріне татиды деген. 10-шыдан, сіздерде егер Шыңғыс хан қазақ болса, неге қазіргі Моңғолияда моңғолдар тұрады деген ой туындауы мүмкін. Шыңғыс хан шығыстағы қазақ тайпаларын бастап батысқа жорық жасап, батыс қазақ тайпалары Қыпшақ қаңлы үйсіндерді бағындырған болатын. Және шынымен қазір Моңғолияда қазақтар саны жағынан моңғолдан соң екінші орында тұр. Тек сол кездегі қазақ тайпаларының көбі Қазақстан аумағына көшіп кеткен болатын. Себебі Моңғолияның климаты қатал, қысы суық, егіні нашар, шығыны себепті жайсыз болатын. Ал Қыпшақ даласы кең байтақ, құнарлы, егіні мол болатын. Аз ғана қазақтар Моңғолия аумағында қалып қойған болатын. Адам барда жер бос жатпайтыны белгілі. Солтүстіктен Тунгус, Манчжур халықтары көшіп келді. Олар қалып қойған түркілермен араласып, қазіргі моңғол этносы қалыптасты және олар өздерін моңғол емес, халқа және жоңғар деп атаған болатын. Жоңғарлар қазақтардан жеңіліп, Қытайлар тарапынан қырғынға ұшырағанда Ресей аумағына көшіп кетуге мәжбүр болды. Ал СССР кезіндегі орыстар халқаларды Қытайдың апанынан шығарып алғанда, сендердің елдеріңнің аты моңғол болған, сендер Шыңғыс хан ұрпағынансыңдар деп мал бағып жүрген халықтарға жалған тарих жазып берген. Осының бәрі жаулап алған түркі халықтан рухын көтермеу үшін жасалған болатын. Біз үшін ең маңызды орында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадистерінен келген дәлелдер. Хадистерде өлкені дұшпандарға қарсы қорғаудың күші 10-ға бөлінеді. Оның 9-ы түркілерге, қалғаны өзге ұлттарға берілді деген. Әт-Табари: түркілер сіздерге тиіспейінше, сіздер де түркілерге тиіспеңіз, өйткені олар өте қатыгез, қатал мінезді адамдар деген. Әл-Жубайни:
Сендер қысық көзді, қызыл шырайлы, таңқы мұрынды, бет жүздері қабат-қабат тері қапталған қалқан тәрізді түркілермен соғыспайынша қиямет қайым болмайды. Сондай-ақ сендер аяқтарына жүннен киген бір қауыммен соғыспайынша қиямет болмайды деген. Сахих аль-Бухари. Шыңғысханның немересі Құлағу көптеген мұсылман елдерін басып алып, араб халифатын құлатқанда, сол заманның адамдары қысық көзді түркілермен соғыс басталды деген. Хадиске талдау жасаған адамдар, ол түркілер парсылардың шығысы мен Қытайдың батысында орналасқандығы айтылған. Әрине бұл аумақта қазақ даласы жатыр.